Shri Shrimadachi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaның Жан тану ғылымының 5-ші тарауының 4-ші бөлімін ағылшын тілінен қазақшылауым 4-ші наурыз 2021 жыл. Туған атым Ержан Ильясұлы, рухани атым Ратиши Амадаса. Харе Кришна мантраны әндету. Әдеттегі мантраға айналса да, Харе Кришнаның мәнін үліде біреу ғана біледі. Сонда бұл не? Әндетушілерді алда барбайтын дуалы дұға ма? Дүниені тәрк ету ме? Көкірек көзімізді кеңейтіп, тереңіне бойлататын медитацияға шығаму ма? Йога ма? 1966 жылы ұзақ ойнайтын күйтабаққа жазылып алынған Шрила Прабхупаданың осы бір қысқа естесінде Харе Кришна мантраның тылсым сыры ашылады. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харені әндетуден басталатын бақи дыбыс ырғағы біздің бақи санамызды жандандыратын асқақ тәсіл. Мәңгі тірі жандар ретінде бәріміз де әуел бастан Кришнаны танушы жандармыз. Бірақ есте жоқ ескі заманнан бері фәни әлеммен қоян-қолтық араласқандықтан қазір санамыз фәни атмосферамен бүлінген. Біз қазір өмір сүріп жүрген фәни атмосфера майя немесе алдамшы елес деп аталады. Майя жоқ нәрсе дегенді білдіреді. Алдамшы елес деген не? Фәни табиғаттың сұрапыл заңдарының қыспағында жүрсекте, бәріміздің оны билеп төстеуге тырысуымызды алдамшы елес дейді. Құдіретті қожайынны жасанды жолмен ұқсауға еліктеуге тырысатын қызметші алдамшы елеспен ал жасады дейдіміз. Фәни табиғат ресурс қорларын неғұрлым көбірек қанауға тырыссақ, оның торларына соғырын көбірек шырмала түсеміз. Сондықтан табиғатты жеңу үшін жанталас арпалсақ та, табиғатқа одан бетер тәуелдене түсеміз. Бойымызда мүлгіп жатқан мәңгі бақи Кришна тану санамызды жандандырған сәтімізде фәни табиғатқа қарсы алдамшы жанталас арпалысуымыз әп-сәтте тоқтайды. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Әуелгі пәктіде санамызды жандандыратын бақи тәсіл. Осы бақи дыбысты әндетуіміздің арқасында жүрегіміздегі жаман әдеттерді толайым тазарталамыз. Мұндай жаман әдеттеріміздің бәрі мен көз алдындағының бәрінің қожайынымын деген жалған санамыздан туады. Ақылымызға жасанды жолмен мәжбүрлеп енгізілмейтін Кришна тану санасы тірі жанның бастапқы табиғи энергиясы. Харе Кришна бақи дыбысын естігенде осы Кришна тану санамыз жанданып қалпына келеді. Қазіргі заманға ұсынылған осы ең қарапайым йога медитациясын ұлы азаттық махамантраны әндетсек, рухани әлемнен келетін бақи экстаз қуаныш шаттығына әп-сәтте сеземіз. Өмірге фәни түсінікпен қарасақ, төменгі хайуани деңгейдегідей сезімдерімізді ләззаттандырумен боламыз. Осы сезім ләззаты деңгейінен аздап көтерілген жан фәни бұғаулардың қыспағынан сытылып шығу мақсатымен эмпирикалық ойша жорумен айналысады. Эмпирикалық ойша жору деңгейінен де аздап көтерілген зерделі интеллектуал баршаның іші сыртын бүтіндей қамтитын бүкіл себептің түпкі себепкерін табуға тырысады. Сезім, ақыл, зерде, интеллект деңгейлерінен көтеріліп, рухани таным дәрежесіне жеткен соң бақи деңгейге бекиді. Сезім, ақыл, зерде секілді сананың төменгі қабаттарының бәрінен жоғары тұратындықтан, рухани деңгейде әндетілетін Харе Кришна махамантранын әндету үшін мантраның тілін түсіну, эмпирикалық ойша жору, интеллектілі зерделеу сияқтылардың ешқайсына да мұқтаж емеспіз. Рухани деңгейден табиғи түрде түсетін Харе Кришна мантраны ешбір ерекше қасиетке еленбей-ақ әркімнің әндетуіне жол ашық. Әрине, рухани түсінігі тереңірек деңгейдегі бақта мантраны қорламай әндетуге тиіс. 1. Сөйлей алмай қалу. 2. Терлеу. 3. Төбе шашы тік тұру. 4. Дауысы дірілдеу. 5. Қалтырау. 6. Бозару. 7. Экстазбен шаттана жылау. 8. Транс деген 8 түрлі бақи экстаз қуаныш шаттығының бәріне бас кезінде бірден бөленіп кетпесек те, егер мантраны әндете берсек, рухани деңгейге жылдам жетеміз. Ал мұның алғашқы нышаны мантраны әндетумен бірге би билеуге деген іңкәрлігімізден көрінеді. Мұны іс жүзінде өмірден көріп жүрміз. Тіпті бала да ән айтып, би билеуге қосыла алады. Әрине, фәни тірлікке
Бершесінен батқан күнәһардың бұл деңгейге көтерілу үшін ұзағырақ уақыт қажет болғанымен, тіпті фәниге бершесінен батқан мұндай күнәһар да рухани деңгейге біршама жылдам көтеріледі. Әсіресе шын берілген бактаның сүйіспеншілік махаббатымен әндететін мантрасы тыңдаушыларға ең күшті әсер ететіндіктен, лезде әсер алу үшін мантраны Тәңір Кришнаның шын берілген бактасының аузынан есту шарт. Керісінше, мүмкіндігінше мантраны Құдайға берілмеген күнәһарлардың аузынан естімеген жөн. Жыланның ерні тиген сүт уландырады. Хара сөзі Құдайдың энергиясына жалбарынуды білдірсе, Кришна мен Рама сөздері Құдайдың өзіне жалбарынуды білдіреді. Кришна мен Рама екеуі де жоғарғы ләззат дегенді білдірсе, Құдайдың жоғарғы ләззат энергиясы дегенді білдіретін хара намасы атау септікте хареге ауысады. Құдайдың жоғарғы ләззат энергиясы Құдайға жетуімізге көмектеседі. Майя деп аталатын фәни энергияда Тәңірдің сансыз энергияларының біріне жатады. Біз де, тірі жандар да Тәңірдің шекаралық энергиясына жатамыз. Жоғарғы энергияға жататын тірі жандар төменгі энергияға жататын фәни энергиядан жоғары тұрады. Жоғары шекаралық энергия төменгі энергиямен жанасқанда қолайсыз күйге ұшырайды. Керісінше, жоғары шекаралық энергия жоғары энергиямен харамен жанасқанда бақытты табиғи қалпына бекінеді. Махамантраның бақи рухтары болып табылатын Харе, Кришна, Рама деген үш наманы әндету тәуелді жанды қорғау үшін Құдай мен Құдайдың энергиясына рухани жалбарыну, нәрестенің анасын шақыра жаны ұшыра жылауына ұқсайды. Хара ана бактаның Құдай әкесінің мейір шапағатына кенелуіне көмектеседі. Сонда осы мантраны шын ниетімен әндететін бактаға Құдай ашылады. Жауласымен 200-лік етек алған қазіргі заманда ішкі жан дүниені танудың бірден бір жолы Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Махамантраны әндету.